Сәлем достар, біз сіздерге бүгінгі видеомызда Ерке Есмаханның әкесіне деген сағынышы туралы айтып өтетін боламыз. Ерке Есмахан марқұм әкесін еске алып, жан тебірентерлік жазба жариялады. Әкесінің жақсы қасиеттерін айтып, сағынышын жеткізді. Әлі де сен алмаймын, әкем қасымда мәңгі жүретіндей болатын. Міне әкемнің кеткеніне бүгін тура 1 ай болды. Қазір әкемді түсімде көргенде қуанып қаламын, оянсам таба алмаймын. Алланың ісіне көнемін, сабыр, басқа амалым да жоқ. Әкем мені мұрнымнан сүйіп, еркетайдан айналайын деп еркелететін. Кішкентайымда күнде ұйықтар алдында ертек айтатын. Мен ауылда бастауыш мектепті бітіргенше, мамам мен папамның ортасында жатып келдім. Сағындым әкемді. Кішкентайымнан естіген астан соң қайтаратын батасын сағындым. Ол батаны үй ішімізбен жаттап алғанбыз. Батасын бермей, ешқайсымызды дастарханнан тұрғызбайтын. Дастархан басында қалжың қосып, басына өткен оқиғаларын айтып отыратын. Мамама мен әке-шешесі өстін. Сен болмасаң мен осындай үлкен әулет болар ма едім деп рахметін айтып отыратын. Мен папа деп бірдемесіне келіспей қалсам, мен де сенің әкеңдей білгіш әке болған жоқ қой деп қалжыңдап күлетін. Ақылды менің әкешім. Әкешімді мақтап та, мақтанып та айтатын әңгімем өте көп. Әкешімнің ақ шаштарын сағындым деп жазды әнші. Әнші естелігін көзіне жас ала отырып жазып жатқанын айтады. Еркенің асқар тау әкесінен айырылғанына тура 1 ай болды. Әнші анасына ұзақ ғұмыр тілеп дұға етті. Әкесіне жаннатты нәсіп ет деп ниет етті. Жаным, әкетайым-ау, осы естелікті жылап әрең жазып отырмын. Құдайға шүкір. Әкем анаммен 53 жыл отасты. Үбірлі-шүбірлі болды. Қартайғанша қызмет жасады. Қазақ тілінің нағыз жанашыры, шүкір бақытты ғұмыр кешті. Шежіре жазып, ата-бабасымен мақтанып отыратын. Тілегі бала-шағасының, жан-жарының алдында кету еді. Міне 82 жасында өзі жоспарлағандай кетті де қалды. Жоспарсыз жүрмейтін. Қызының тілегі қабыл болады деген сөз бар екен ғой. Алладан сұрарым, әкемді жаннаттың төріне шығарып, мәңгілік өмірде жұмақтық етіңіз. Әмин, деді Ерке. Әнші тауы шағылғалы есейіп кеткенін жеткізді. Бар жақыны мен бауырларына, анасына зор денсаулық, барша қазаққа амандылық тіледі. Өмір сынаптай ағып өтеді екен. Осы кезге дейін ертек әлемінде жүріппін. Бала болыппын. Енді шынымен есейдім. Бірақ анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды. Алладан сұрарым анама, маматайыма күш-қуат пен ұзақ өмір тілеймін. 100 жасаңыз анашым. Әкем әркез айтатындай, сіз Алла бұйыртып, әлі мүслимнің баласының бесігін тербетесіз. Әмин. Бауырларым аман болсын. Індетпен күресіп жатқан барлық отандастарыма денсаулық тілеймін. Көзқарасым өзгерді, құндылықтарым өзгерді. Бұрын маңызды болған дүниелердің құны қазір көк тиын. Анам, ұлым, бауырларым үшін еш жиып, емсеңді тік ұстаймын. Әкемнің атын абыроймен алып жүремін. Бейбіт күн орнасын, көңіл білдірген баршаңызға рахмет айтамын. Мен әкемді еркелететін қазақ халқына Алла жар болсын. Мен сіздерді жақсы көремін. Әбдіраш қызы Ерке деп жазды.